Instagram. Қайырлы кеш, құрметті оратор клубының қатысушылары. Менің бүгін ең бірінші сіздердің алдыңыздағы сөз сөйлеуім. Өзіме тоқтап өтсем, мен есім Ермек болады. Осы оратор клубына келу себебім осылай алдарыңызда қорықпай, өзіме сеніп сөз сөйлеу. Және де өзімді кішігірім бүгін таныстырып өтсем, мен осы Алматы облысының жақын жердегі осы Қаскелең ауылының тумасымын. Қаскелеңде осы бала-шағам жас кезім өтті. Енді өзіңіз білетініздей, бәріміз осы елде өскендей, шамамен бәріміз бала-шағамыз бірдей өтті. Шолпан ханым айтқандай, бала кезімізде доп ойнап, түрлі балалармен ойын ойнап жүретінбіз. Мен ойлаймын, біздің бала-шағамыз өте қызық өтті, себебі қазіргі заманға сай смартфон болмады, теледидар болмады, интернет болмады. Сол уақытта доп ойнап, балалармен күнде арасында ұрысып, төбелесіп ойнайтынбыз. Доп ойнауға келетін болсақ, сол уақыттан кішкентай кезден футбол ойына ғашық болдым. Қазір өзіңіз білетініздей, футбол ойыны дүние жүзінде бірінші ойын. Және де осы Қаскелеңде 9 классқа дейін оқып, Алматы қаласына бәріміз жанұямызбен көшіп, Алматы қаласында жоғары оқу орнына түстім. Жоғары оқуында заңгер маман толық меңгеріп, қазіргі уақытта заңгер маманмен жұмыс жасаймын. Тағы да айтатын жай ол осы оратор клубына келгенімде өте қуаныштымын. Маған осы оратор клубына келу себебі ол менің үлкен әпкем болды. Осыдан 10 жыл бұрын ол орысша группасына келіп, өзіне бойында үлкен өзгерістер байқадым. Өзімде сондай өзгерістер болады деп ойлаймын. Бәріңізге рахмет.